Ертеде бір король мен королева өмір сүріпті. Олардың баласы болмапты. Сол үшін қатты қамығыпты. Ақырында барлық үмітін үзген кезде дүниеге қыз бала келіпті. Бақытты ата-ана үлкен мереке ұйымдастырып, оған өз қарамағында өмір сүретін барлық перілерді шақырыпты. Ол кезде перілердің өз кіндік балаларына ғажайып сыйлық ұсынатын дәстүрі болыпты. Бұл мерекеге барлығы өліп қалды деп ойлаған, шақырылмаған сиқыршы әйел келеді. Ол өзін ұмытып кетті деп ойлап, қатты ренжиді. Сондықтан жаңа туған нәрестеге 15 жасында саусағына ұшықтың ұшы қадалып өледі деген болжам айтады. Барлығы оның болжамын естіп қатты қайғырады. Король мен королеваның қайғысы тіпті шексіз болады. Сонда ең кіші пері қыз шығып: «Король, королева, қайғырмаңыздар, қыздарыңыз тірі қалады». Ол шынында саусағына қадап алады, бірақ өлмейді. Тек ол ғажайып ханзада келіп оятқанша жыл терең ұйқыға жатады. Король сонда да қызын аман сақтап қалу үшін өзінің қарауындағы адамдарға ұршық ұстауға тыйым салады. Күндер тез өтіп жатты. Ханшайым күн өткен сайын ақылды, әдемі болып өсіп келе жатты. Король мен королеваның қорқынышты болжам туралы біртіндеп ұмытыла бастады. Бір күні король отбасымен өзінің алыстағы сарайларының біріне аттанады. Ханшайым сарайдың ішін аралап көргісі келеді. Соңғы бөлмедегі мұнараның ең басында ұшық иіріліп отырған кемпірді көреді. «Әжей, сіз не істеп отырсыз?» «Ой, қандай әдемі!» деп таңданады. Ұшыққа қолын соза бергенде, оның ұшы саусағын шаншып алады да ес-түссіз жерге құлап түседі. Болған жағдайды естіген қайырымды пері қамалға жүгіріп жетеді. Ол сиқырлы таяқшасын қамалда тұратын барлық адамдарға тигізген кезде олар да ханшайыммен бірге ұйқыға кетеді. Өйткені ханшайым көп жылдан кейін оянғанда таныс адамдарды көруі керек. Қайырымды пері таяқшасын тағы бір сілтегенде қамалдың айналасында арасынан адам да аң да өте алмайтын қалың орман пайда болады. Енді ешкімде ұйқыда жатқан ханшайымның тыныштығын бұза алмайды. 100 жыл өтеді. Осы жылдарда көптеген корольдер мен королевалар ауысады. Бірақ ешқайсысы да қамалға өте алмайды. Бір күні осы уақытта билік құрып жатқан корольдің баласы аңға шығады. Ол шалғайдағы қалың орманның ішінен бір қамалдың мұнарасын байқап қалады. «Бұл кімнің қамалы? Онда кім тұрады?» деп сұрайды. Сонда оның қасында кәрі шаруа келіп, басын иіп: «Бұл қамалда жер бетіндегі ең керемет ханшайым мәңгі ұйқыда жатыр. Оны тек жары болатын адам ғана оята алады» дейді. Сонда ханзада ханшайымды ояту менің пешенеме жазылған екен деп шешеді. Ханзада көп ойланбастан қамалға қарай аттың басын бұрады. Сиқырлы орманға келіп жетеді. Ханзада аттан секіріп түскенде, жуан ағаштар мен тікенекті бұталар жан-жаққа жарылып жол береді. Ол жалғыз жүріп кетеді. Нөкерлерінің ешқайсысы артынан ере алмады. Өйткені орман ханзаданы өткізіп
артынан жабылып қалып отырды. Ханзада қамалға да келіп жетті. Ол Ханшайым ұйықтап жатқан бөлмеге кіргенде, ұйқыдағы аруды көріп, оның әдемілігіне қатты қайран қалды. Тізерлеп қасына отырып, қыздың бетінен сүйеді. Осы кезде кенет Ханшайым көзін ашады. Онымен бірге қамалдағы адамдардың барлығы ояна бастайды. Бірден ғашық болған Ханзада мен Ханшайым ештеңе еститін емес. Олар бір-бірінен көзін ала алмады. Көп ұзамай олар тойларын жасайды және ұзақ жылдар бойы бақытты өмір сүреді.